Сонымен құрметті оқушы, мен сізге мына тақырыпты бастайын деп отырмын. Ақ Орда мемлекетінің шаруашылығы. Ақ Орда біздің жерімізде өмір сүрген бұрынғы көшпенділер, яғни қыпшақтардың жерінде орналасқан мемлекет болғаннан кейін, әрине бұл мемлекетте өмір сүруші бір текті, бірыңғай түркі тілдес тайпалар болды. Олар да өздерінің алдындағы халықтардың өмір сүрген адамдардың шаруашылығын жалғастырушы халық болды. Ақ Орданың орталығы Сығанақ қаласы, яғни Сығанақ қаласы тұрған жерде диқаншылық пен жартылай көшпелі мал шаруашылығының дамуына қолайлы аймақ болды. Қаланың төңірегінде, яғни Сығанақ қаласының Сыр өзенінің бойында орналасуы, яғни қаланың маңында арық, тоғандардың орналасуы және арық тоғандардың осы күнге дейін сақталған іздері, үлкенді кіші қоныс жайлардың табылуы, Сырдария өзенінің бойында егін шаруашылығының, жартылай көшпелі мал шаруашылығының дамығандығын білдіреді. Ақ Орда мемлекетінде, әсіресе Ақ Орданың ханы Ерден ханның кезінде, Ақ Ордада қалалық мәдениет дами түседі. Ерден хан Сыр өзенінің бойына орналасқан Отырар, Сауран, Жент, Баршакент сияқты қалаларда мешіт салдырып, медресе салдырған хан болған. Сөйтіп, Ақ Ордада қандай шаруашылық дамыды дейтін болса, жартылай көшпелі мал шаруашылығы және диқаншылық.